Үндістан туралы не білесіз? Үндістан өзінің 1000 жылдық тарихында өне бойына қызықты оқиғалар мен таңдай қақтырар дүниелерді жинай білген ғаламат ел. Себебі ежелгі Үндістан адамзат дамуын елестетуге болмайтын бүгінгі заманауи ғылымдардың көпшілігінің негізін қалады. Үндістан Республикасы Оңтүстік Азияда орналасқан, жер көлемі бойынша 7-ші орында, халық саны бойынша 2-ші орында иемденіп отыр. Үндістандағы атақты Тәж-Махал, Амритсардағы Алтын сарай, Махабодхи, Аджантаның үңгір ішіндегі ғибадатханалары, Эллора ғибадатханасы, Делидегі және Агрендегі Қызыл форт төлердің сүйікті орындарына айналған. Үндістан және оның халқына қатысты ең қызықты деректермен таныс болыңыз. Үндістан халқы 17 негізгі тілде сөйлеседі, және мұнан бөлек байырғы тұрғындар мен заманауи тұрғындарға таныс 844 диалект бар. Соңғы 10 жылда Үндістан ешбір елдің аумағына басып кірмеген. Осындан 5000 жыл бұрын жер шарындағы адамдардың басым көпшілігі көшпелілікпен айналысып, орманда өмір сүргенде Үндістан тұрғындары хараптық өркениетті ойлап табады. Үндістан атауы Инд аталатын өзенге байланысты берілген. Бұл өзен ең алғашқы қоныстанушыларды бауырына басқан көрінеді. Кейде өзен Шинду деп те атала береді. Үндістан шахматтың, алгебраның, геометрияның, көптеген математиканың, гаухар тастардың, сандардың, йоганың отаны саналады. Үндістанда басқа елдерге қарағанда почта жәшіктері әлдеқайда көп екен. Үндістандағы ең үлкен жұмыс беруші Үндістан темір жолдары. Ол жерде шамамен 1000-нан астам адам жұмыс істейді. Әлемдегі ең алғашқы университет 700 жылдары Үндістанда салынған. Онда 15 000-нан астам студенттер келіп, 60-тан көп пәндерді оқыған екен. Ал Наланда аталатын әр ғасырда соғылған тағы бір университет білім беру саласында үлкен жетістіктерге жетті. Адамзат тарихындағы тұңғыш медицина мектебі Аюрведа осыдан 2500 жылы бұрын Үндістанда ашылды. Әлемдегі ең үлкен бейли көпірі Гималай Үндістан аймағында 1982 жылы соғылды. Заң бойынша Үндістанға үнді валютасын рупий әкелуге және әкетуге болмайды. Үндістан адам өлтіру бойынша көшбасшылық танытып отыр. Орта есеп бойынша соңғы жылдары онда 32,719 адам өлтірілген. Үндістандағы қала көшелерінде сиырлар еркін жүре алады. Олар сиырды сәттілік нышаны ретінде қабылдап қасиет тұтады. Үндістандағы ең дамыған әрі танымал өнер би. Көптеген үнді әйелдері өздерінің күйеулерінің атын атамайды. Бұл оған деген құрметсіздік саналады. Және олар күйеулеріне балаларының әкесі ретінде ғана қарайды. Жесір атану жамандықтың белгісі, оларды әйел жақсы болса күйеу өлмес еді деп айыптайды екен. Үлкен әйелдер жесірлерді күйеуін жеп қойған деп айыптайды. Жесірлерге жаңа үйленгендердің қасында жүруге, әлеуметтік шаралардың айналасында жүруге тыйым салады. Үндістанға барар алдында сіз бен біздің келісім ретінде жасайтын. Біздің бас шайқауымыз оларды келісімді білдіреді. Үндістер сөйлескенді бастарын өте көп қимылдатады. Мұны екі тұрғынның бір-біріне қарап отырып айтқан әңгімесінен байқауға болады. Оларда еркек пен еркек арасындағы достық өте жақсы қалыптасқан. Олар көшеде бір-бірімен құшақтасып қол ұстасып жүре береді. Бастапқыда көзге оғаш көрінгенімен кейінірек мұндай достықтың ешқандай жамандықпен байланысы жоқ екенін мойындайсыз.